Түркістан облысында биыл ауыл шаруашылығы дақылдарын егу көлемі 26 мың гектарға ұлғайтылып, 896 мың гектар жерге егіледі. Оның ішінде жазғы дақылдар 516 мың гектарға, күзгі егіс 204 мың, ескі жоңышқа 174 мың гектар жерге егіледі. Бұл туралы облыс әкімі Нұралхан Көшеровтің төрағалығымен өткен аппарат мәжілісінде айтылды. Аймақ басшысы аудан қала әкімдеріне көктемгі дала жұмыстарын жүйелі ұйымдастыруды, шаруаларға көрсетілетін мемлекеттік қолдаулар жөнінде тұрақты түсіндіру жұмыстарын жүргізуді тапсырды. Көктемгі дала жұмыстарын бекітілген жоспар толық орындалуын қамтамасыз ету қажет. Мемлекет басшысының тапсырмасы сапалы және мерзімде мүлтіксіз орындалуы қажет. Оны барлықтарыңыз білесіздер. Сондықтан жауапты орынбасар мен басқарма басшыларының нақты жұмыстарын атқаруды тапсырамын, оны күнделікті қарап отырыңыздар. Ешқандай кешу, ондай факттар болмау керек. Жиында көктемгі дала жұмыстарына дайындық барысы туралы облыс әкімінің орынбасары Нұрбол Тұрашбеков баяндады. Оның айтуынша, бүгінде жер айдау жұмыстары 50%-дан аса, сор шаю жұмыстары 30%-дан аса орындалған. Көктемгі дала жұмыстарына 55 мың тонна жеңілдетілген жанар жағармай бөлініп, босату жұмыстары басталды. Дала жұмыстарына 25 мың бірлік техника қызмет атқаруда. Осы жылы ауыл шаруашылығы техникалар паркін 6,5%-ға жаңарту көзделуде. Өткен жылғыдай жанар жағармайға байланысты операторларды анықтадық. Бүгін бағасы шықты. Енді қазір оны тасымалдаумен сол операторлардың құнын қосқанда жобада 255-257 теңге болады деген күтім бар. 55 мың тоннаға рұқсат берілді көктемгі егіске. Осы жұмыстарды осы сәрсенбі, бейсенбі күндері басталады. Аудан әкімінің салаға жауапты орынбасарлары мен ауыл шаруашылық бөлімдері осы жұмыстарды ұйымдастырса, шаруаларға жеткізу мәселесіндегі, шаруалардың алу мәселесіндегі, жеткізу мәселесі әр ауданда, сол ауданның аумағында өзінде таратылатын болады. Одан бөлек екінші келесі мәселе, ол бүгінгі таңда жалпы 189 мың гектарға бізге қажеттілік, 189 мың тонна қажеттілік бар. Тыңайтқышқа байланысты қазіргі таңда уже өтінім қабылдау басталды. Қазір облыс көлемінде 25 мың тыңайтқышымыз бар. Осы жұмыстарды аудан әкімінің орынбасарлары, салаға жауапты орынбасарлар ұйымдастыру керек халықпен, шаруалармен бірге. Тауар өндірушілерде жаздық дақылдардың қажетті тұқым көлемі жеткілікті. Апталық мәжілісте мемлекет басшысының тапсырмаларын уақытылы орындау мәселесі, жайлы мектеп жобасының жүзеге асырылу барысы және жылыту маусымының жай-күйі сараланды. Ұлттық жобалар аясында атқарылатын жұмыстар пысықталып, жауапты басшыларға тиісті тапсырмалар берілді. Балауса Оспан, Дінмұхамед Али, Әділ, Арт ТВ жаңалықтары.